мынау кімнің бопашы дейтін звук болу керек қой, мына жерде тапсам салармын. Ал ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, бүгін авторынктың қасындағы автосалондамыз. Ішінде машиналардың бағаларын білетін боламыз, обзор болады, шағын қандай состояниеде деген сияқты. Сосын комментария жазып кетсеңіздер болады. Суббота, воскресенье күні бізде постоянно ярмарка болады. Мына стоянкада толады ішінде машиналар. Бұл жерде бір плюсы, кейбір машиналар колесада салынбаған болуы да мүмкін әбден. Ондай жағдайларда кездескен. Соның бағаларын білетін боламыз. Кімге қандай машина керек, астына комментарияға жазып кетіңіз. Моделін, маркасы, жылын. Ертең сол машиналарды іздеп түсіретін болам. Сосын ондай болса, кеттік. Алғашқы көлік Toyota Vitz дейтін көлік. Бұл Toyota Yaris'тің аналогы. Ішкі салон осындай. Құны 3,5 миллион сұрап тұр. 2008 жылғы. 1/3 объем. Мынандай косяктары бар екен. Әйел адам жүрген болу керек. Және шипы. Көліктің бейнесі осындай. Қалай болады екен, қызық көрейік бұны. Не, бұның дейтін аккумулятор отырып болған дейін кішкене. Бізде пробег 130 мың теңге. И мынау перекидка сосын. Автомат қорапта кондиционер бар, магнитола бар, толық электропакет. Достар, келесі көлік Toyota Camry 50-лік SE нұсқада. Ақ түсте 17-лік өзінің дискілерімен. Мына жерде не көріп тұрмыз? Сәл арттанудар болған сияқты. Кімге вин-код қызық. Хоп. Салон. Так, бұл қачет кет. $131 мың жүрген екен. 2,5 2013 жылғы таза бензин. 5,7 миллион теңге транзит номермен. Оны қазаққа қою үшін примерно 2,7 миллион, 2,8 миллион теңгеге кету керек. Бұл растаможка істелген. Так, бұны аштық біз. Бұның мен көріп тұрған артынан болған сияқтылдар. Мына жерден көріп тұрған шығарсыздар, цветтерін өзгеріп тұрған. Жалпы машина осындай. Так, екінші көлік тоже Camry 50-лік SE нұсқада, бірақ қара цветте бұл. Бұл көліктің Camry'лардың бәрі іштері бірдей ғой, бәрі ашып керек емес шығар. Сразу вин-код қалдырамыз. Бұл 2014 жылғы бензин 2,5 135 мың миль жүрген. 5,9 миллион теңге екен. Так. Хоп. Сразу на серийде түсіріп кетейік. Так, штатты титановый дискілер. Бұның бір плюсы үстінде люк бар. Бұның бағасы 5,5 миллион теңге. Вот вин-код. 2,5 113 мың миль жүрген 2014 жылғы бензин. Тоже транзит номерде. Бұл Camry'лердің бәрінде растаможка істелген екен. Өзінің косяктар бар енді. Жоқ емес. Так, сразу мына Camry'ді түсіртсек. Бұл серий. Вин-код. Бұл 2014 жыл 72 мың миль жүрген 5,8 миллион теңге. Ана серий бесключевой доступ бар. Люк тоже. Подогрев сиденья. Сәл басқаша екен еще.
Так, бізде кезекті көлік Hyundai Santa Fe 2013 жылғы. Көліктің құны 6.400.000 теңге. Так, ішкі салоны. Не, кожа ол. Так, еще мындай. Что-то автомагнитола, кондиционер, климат-контроль, там подогрев сиденек, автомат коробки, AUX, 12, так, в общем, нормальная комплектация. Так, артқы салон елбетті осындай, мына жерде бассақ бірдеңе ашылу керек екен дұрыс. Так, осындай бірдеңелер бар енді, бәрін оқып алу керек. Енді мына камерді түсірмеске болмайды, бұл дейтін бізде легендарный камера 45. Так, бұл дейтін адамдардың айтуы бойынша соңғы удачный сүйегі мықты шыққан камералар бар деген аңыз әңгімелерде жоқ емес. Бұл 2011 жылғы транзитте тоже цветі жасылдау ма сәл сондай. Бағасы 5.500.000 теңге. Растаможка істелген тоже. Кейбір адамдар түсінбейсің де, мысалы камера 45 тағайды 5.500.000 теңге. Ана жерде серый камера бар, ол да 5.500.000 теңге. Бірақ ол 50 да. Сондай. Так, мына вин-кодын түсіп кетейік. Так, кезекті көлік Toyota Alphard 2002 жылғы, 2006 жылғы, екеуінде 4, екеуінде де диван, екеуінде перекидка. Бұлардың бағасы 7.800.000 теңге. Шымындай. Хоп. Так, кезекті көлік Toyota Sienna, бұл 2014 жылғы 3/5. Бұл растаможка істелмеген бұл көлікте. Так, капитанские сиденья, артын келбеті осындай. Екі есікте істеп тұр, багажник бәрі. Бұл көлік 6.400.000 теңге. Бұл растаможка істелмеген. Сразу екінші Sienna. Бұл бізде 2015 жылғы 3/5. Так, вин-код қызық. Мұны орта капитанский, ортасында салынатын оркен. Бұл көліктің бағасы 5.500.000 теңге. Бұл тоже растаможка істелмеген. Так, кезекті көлік Mercedes-Benz C300. Так, салон келбеті осындай. 3 литр объем. Бұл 2010 жылғы. Бұның құны 6 миллион теңге. Бұл бізде Hilux 2014 жылғы 2/5 дизель.
механикада. Так, автозавод кісі бар екен. Іші осындай, артық келбеті осындай. Пробег 260. Пробег қанша еді да? Газ қағып жіберем. Соңына дейін қарағандарыңызға, барлықтарыңызға рахмет. Лайк басып, подписаться етіп каналға, комментарий жазамыз. Келесі алдағы базардан қандай көліктер керек, солардың модельдерін жазсаңыздар, бағасын шығаратын боламыз. Сау болыңыздар.